Сіздерге слайд көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Жақсы, слайд көрініп тұрса, онда қарайық. Енді жалпы орналастырудың анықтамасына кезек берейік. Яғни n элементтен тұратын түрлі k элементінен реттелген жиынтарды n элементтен алынған k-дан құралған қайталанбайтын орналастыру деп. Енді былай қарап тұрсақ, мынау айтсам болады, мына ережені жақсылап түсінбейінше бір жаңылтпаш сияқты байқасақ, басынан соңына жетемдекше ұмытып қаламыз. Енді бұны сіздерге бір қарапайым мысалмен көрсетейін. Мысал қарайық, бізде бір А, Б, С, Д және де бір Е деген әріптер тұра қойсын. Осы 5 әріптерден құралған әріптерді бір алайық, бір 3 орынға орналастырайық. 3 орынға орналастырып, біз қанша комбинация аламыз деген сұраққа жауап іздейміз ғой. Мысалы, бірінші орынға А тұрады, екінші орынға Б тұрады, үшінші орынға С тұрады. Сол сияқты келесі орынға мысалы Б, С, А, болмаса С, А, Б деген сияқты комбинациялар құрастырамыз. Енді бұл жерде орналастыруды бір айта кететін жағдай, яғни әріптердің орнын ауыстырған кезде бізде мағынасы жоқ, яғни мағынасыз сөздер шығады екен. Осы нәрсені ұғыныңыздар, құрметті оқушылар. Мағынасыз сөздер шығады бұл жерде. Яғни орналастыру дегеніміз осы екен. Мынандай бір n элемент беріледі. Осы n элементіне жерде бесеу ғой, n элементіміз. Осыны аламыз да мынандай бір 3 орынға болмаса, мына жерде бір 4 орынға орналастырамыз. Енді бұл тақырыпты жақсылап түсініңіздер, себебі ұбт-да математикалық есептерінде көптеп кездеседі. Солай ғой. Ал енді орналастырудың мен айта кететін бір жағдай бар. Мына жерде және жазып қойын. n тең емес k-ға. Мұнда n деген жалпы элемент дей салайын. Ал бізде k дегеніміз орналастыратын орын. Қанша орын? Екеу тең емес. Қарайықшы. Бізде мына жерде 5 элемент бар, бірақ 3 орын. Көрдіңіздер ме? n-ге k тең емес. Мына бізде k. K бізде қаншаға тең? 3-ке тең отыр, 3 орын. 3 орын. Енді осыларға байланысты жазып аласыздар ма? Сіздерге бірнеше мысалдар көрсете кетейін. Ереже кітапта бар. Мынау сіздерге кіріспе ретінде болсын. Мен даусым жақсы естіліп тұрмын сіздерге? Иә. Жақсы. Рас. Неғылсын. Тақтаны жазып болсақ, мен тазалай берейін. Келесі есепке ауысайық. Бізде уақыт аз. Уақыт деген зымырап өтіп жатыр, иә, білесіздер. Енді қарайық. Орналастыру жағымыз айттық, n-ге k тең емес. Яғни қайталанатын, қайталанбайтын деген екі жағдайда бір мысал алайық. Мен мынаны алайындағыны 2-ге биқылайынан бөліп тастайын. Яғни 2 қатарға бөліп алайық. Қазір екеуінде қандай айырмашылық бар екен? Көп жағдайда осы оқушылар қайталанатын қай кезде, қайталанбайтын қай кезде қолданылады. Мана формуланы жаттап аламыз, бірақ формуланы жаттап ала тұра қай формулаға салатынымызды білмей жатамыз да. Оны сіздерге айырмашылығын қазір түсіндіріп берейін қолымнан келгенше. Енді қарайық, бірінші мысалда 1, 2, 3, 4 цифрлары берілген. Бізде қанша элемент болып тұр? Бізде қанша элемент? Элемент қанша? 4 элемент. 4 элемент, иә? Өйткені 4 цифр, 4 элемент. Енді соны аламыздағыны 2 таңбалы орын, яғни 2 таңбалы сандар, бұл дегеніміз k, яғни k 2-ке тең. 2 таңбалы санын құрастыруымыз керек. Енді қайталанбайтын жағдайда бұл қалай болады? Мысалы қарайық. Әшейін комбинациямен алып көрейік. 2 таңбалы сан құрастыруымыз керек. Алғашқы 1, 2, 3, 4 деген сан. Мысалы 12, иә, 13, 14, 21, 23, 24. Так, 31, 32, 34, 41, 42, 43. Қанша сан болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сан екен,
яғни 12 вариант жаратты. 12 вариант шықты. Енді қарайық. Бұның формуласы бар еді. 9-шы сыныпта өткен ANK деген, иә. Яғни n факториал бөлімінде n-нен азайтамыз k факториал. Осыға қойып көрейік, осыған, яғни бізде n дегеніміз қанша? n дегеніміз 4, k дегеніміз 2-ге тең, иә. Сонда 4 факториал бөлімінде 4 азайтылған 2-нің факториал. Бөлімінде 4-тен 2-ні алсақ 2 факториал болады, алымында 4 факториал. Енді 4 факториал 2 факториалға қысқартып жіберейік. Бізде 4 факториал 2 факториал болып қысқарған жағдайда, факториал сіздер қысқартып өттіңіздер ме? 4 факториал дегеніміз былай ғой, жалпы 1, 2, 3, 4 деген сөз. 2 факториал дегеніміз 1, 2 деген сөз. Екеуі кетеді, сонда бізде не қылады? 12 деген жауап қылады. Мына жауабымыз шықты, міне. Енді сіздерге үшінші жағдайды көрсеткім келіп тұр. Үшінші жағдайда бізде мынандай 2 ұяшық аламыз. 2 ұяшықты. Көп жағдайда форма ұмытып қалған кезде осы ұяшыққа салып шығарғандарыңыз негізі тиімді болады. Мынау бізде бірінші таңбалы. 2 таңбалы сан ғой, былайша айтқанда. 2 таңбалы орын, 2 таңбалы. 2 орын. Енді қарайық. Біз мына 4 санның ішінен бірінші орынға қай санды қоя аламыз? 4 санды да қоя алады екенбіз. 4-еуінде. 4 санды да қоя алады екенбіз, иә? Бірінші таңбалы. Енді ол қайталанбайтын жағдайда, енді біз бір сан қойып қойдық, 1-ді қойып қойдық, болмаса 2-ні, болмаса 3-ті, болмаса 4-ті қойдық. Алғашқы санында. Енді ол санды біз қайталамауымыз керек. Может, 1-ді алып тастайсыздар, мысалы. Қанша сан қалды бізде? 3 сан қалды, иә? Енді осы 2 санды не істейміз? Көбейте салайық. 12 вариант. Мысалы, қарайық, 1, 2, 3, 4, 5 деген сандардан 3 таңбалы сан құрастыратын болсақ, 3 таңбалы сан. Бізде элемент 5-еу, бірінші орынға сіз 5 санды қоя аласыз, екінші орынға оның бір саны кетіп қалды деп елестетейік. Может 1, может 2 деген сияқты. Екінші орынға сіз 4 санды қоя аласыз, өйткені бізде 4 сан қалды. Енді үшінші орынға 2 кетіп қалды делік, бізде қанша сан қалды? 3 сан қалды. Осы 3 сандардың көбейтіндісін алатын болсақ, қанша болады? 23, 60 болады. Мына формаға салып көрсек, тура сол жауап шығу керек, меніңше. 5-те 3. Бізде 5 сан еді ғой. 5 сан соның 3-ін алып отыр. 5 факториал бөлімінде 5-тен 3 тапсаңыз 2 факториал. 5 пен 2 факториал қысқарады. 5-тің ар жағында 2 факториалдан 3, 4, 5 деген сан қалады. Көбейтсек 60 деген вариантымыз тура шықты. Көрдіңіздер ме? Яғни қайталанбайтын жағдайда бізде мына формула. Енді мынандай комбинациямен жазып шығуға болады, бірақ енді ол комбинациялармен бүйтіп сандарды құрастырып жазу шамалы қиындық туғызады. Өйткені мысалы бір 100 цифр берілетін болса, соның ішінен 90 таңбалы сан құрастыр дейтін болса, біз оны жазып отырсақ, уақыттан ұмытып қаламыз ғой. Сол себепті формаға саламыз, болмаса ұяшыққа саламыз. Енді мына қайталанатын жағдайға қарайық. Мына тура осы комбинацияларды аламыз мына жерге. 12 ішіне ерінбей жазсайық. 12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43, иә. Енді қарайық. Бізде қайталанатын сандар бар. Қайталанатын орналастырып отыр ғой. Енді біз мына бір санды қайталауға болады екен, 1 деген санымызды. Яғни 11 деп құрастыруға болады 2 таңбалы сан. 2-ні қолдансақ 22 деп қолдануға болады екен. 3-ті пайдалансақ 33, 4-ті пайдалансақ, яғни 44 деген сан. Сонда бізде мынау үстінде 12 вариант шыққан, астында қанша вариант шықты? 4 вариант шықты. Екеуін қосайық, сонда қанша болады? 16 вариант болады екен. Қайталанған жағдайда. Енді формулаға салып көрейік. Формула соның былай еді, басқа түспен формуласын көрсетіп қояйын. Формуласы бізде төбесін осылай сызып қоямыз. N, K. Мынау қайталанатын жағдайдың формуласы. Яғни бұл дегеніміз N-нің K дәрежесі деген сөз екен. Осы формулаға салып көретін болсақ, бізде қанша? N қанша? N 4-те өтті. N-нің орнына, мынаның орнына 4-ті қойдық. K қанша? K бізде 2. 2-ні қоямыз. Формаға сәйкес N-нің K дәрежесі, яғни 4-тің 2 дәрежесі. 16 вариантымыз шықты ма? Шықты, иә.
қайталанған жағдайда. Енді ұяшыққа салып көрейік. Ұяшықпен қалай болады екен? Так, бізде екі орын, өйткені есептің шартында екі таңбалы деп тұр ғой. Екі орын. Бізде берілген сандар өзі жалпы төртеу. Бізде төрт сан бар. Осы төрт санды біз бірінші орынға қоя алады екенбіз. Екінші орынға біз мынау бір деген санды да қайталап отырмық қой. Бір, екі, үш, төрт деген сандарымызды екінші орынға да қойып отырып қайталап. Демек, екінші орынға да төрт деген санды қоюға болады екен. Енді екеуін көбейтсек қанша болады? 16 вариантымыз тағы да шығып тұр. Мынау жаңаға 1, 2, 3, 4, 5 деген санымызды мен мына жерге жазып қойсам қайтадан. Осыдан біз қайталанбаған жағдайда 60 вариант шығарған едік. Енді қайталанған жағдайда қанша сан шығады екен? Мына жерде бізде 5 вариант бар. Ұяшыққа салайық. Содан 3-тен басқан құрастыру керек еді. 5 вариантты бірінші орынға 5 санды қоя аламын. Екінші орынға тоже 5 санды қоя аламын. Үшінші орынға тоже 5 санды қоя аламын. Бұл жерде сандарды қайталап қоя беремін. Сонда 5-тің 3 дәрежесі бізде қанша болады? 125 болады ма? 125 болады. Факториал туралы ұғым бере кетейінші. Мысалы, 4-ті факториал дейтін болсақ, ол бірден бастап 4-ке дейін сандардың көбейтіндісі. Енді мысалы 20 факториал дейтін болсақ, бірден бастап 20-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі деген сөз. Енді бұны былайынан аласың болады, 20 факториал дегенде. 19 факториал көбейтілген 20 деп алсақ болады, білеміз ғой. Сіздерге 2 минут уақыт берейін, мына тақтан жазып алсаңыздар, келесі мысалға көшеміз. Мен дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Көп жағдайда оқушылар орналастыру қайсысы болады, алмастыру қайсысы болады, теру бар, осылардың айырмашылығын түсінбей жатады. Қалай ажыратсақ болады деп. Соның бүгін алғашқы тақырыбын өтіп отырмыз. Орналастыру, яғни енге к тең емес. Мен сіздерге бір есепті шығарудың 3 вариантын көрсеттім. Бірінші вариант комбинациялар құрастыру, екінші вариант формуламен шығару, үшінші вариант ұяшыққа салу. Үшеуіне де бірдей жауап шығару. Өзіңізге қайсысы ыңғайлы, сол әдіспен шығарсаңыз болады. Формуласын. Бұл есептер жақсылап үйреніп алыңыздар тақырыпты, өйткені матсауаттықты барлығыңыз тапсырасыздар ұбт-да. Бұл кезде келген жағдайда қалай шығарамын деп шатасып отырмайсыздар. Жас болып қалдық па? Өшіре берейін бұнда? Өшіре беріңіз. Жақсы. Олай болса, мысалдарға кезек берейік. Бізде А, Б, С, Д, Е деген 5 әріп бар екен. 5 әріп. Яғни ең 5-ке тең. Осы 5 әріп бар өрнек әріптерден, яғни 4 әріптен тұратын қанша сөз құрастыру болады дейді. 4 әріптен тұрады. Ал К 4-ке тең, қанша сөз құрастыруға болады дейді. Енді қарайықшы, бұл жерде қайталана ма, қайталанбай ма, оны тексеріп көрейік. Яғни 2-ке бөліп алайын мен. Мынау қайталанатын жағы. Қайталанбайтын жасайын. Екінші оң жаққа қайталанады. Ал енді қарайық, бізде 5 вариант бар, формулаға салайық. 5-те 2 болды, есептелінді. 5 факториал бөлімінде 5 азайтылған 2-ның факториалы.
Сонда қанша болады? 5 факториалды бөлу дегеніміз 3 факториалға қысқартамыз. Мына 3 факториал кетіп қалды, ар жағында 4, 5 деген сан қалды. 20 вариант шығады. Ұяшыққа салып көрейік. Так, 4 ұяшыққа бөлеміз, өйткені 4 орын бізде, иә, мына жерде 4 орын. Бізде 5 әріп бар, соның алғашқы орынға бірінші, екінші, үшінші, төртінші орынға. Бірінші орынға мен 5 әріпті қоя аламын. Оның бір әрпі кетіп қалды, екінші орынға мен 4 әріпті қоя аламын. Оның бір әрпі кетіп қалды, мен үшінші орынға 3 әріпті қоя аламын. Оның бір әрпі кетіп қалды. Так, бізде 4 орын еді ғой. Енді мына жерде не үшін 2 деп алдым? 4 қойдым ішінде. Өйткені жауаптан дұрыс шықпай қалатын сияқты болып тұр. Так, мына жерде 4 азайтамыз, сонда 1 факториал болады. 1 факториал дегеніміз 1-ге тең ғой, былайша айтқанда. Қысқарта салайық. Сонда бізде 5 факториал қалып тұр ғой жауабында. 5 факториал дегеніміз 1-ден бастап 5-ке тең сандардың көбейтісі. 26, 120 вариант. Ал ұяшыққа кезек берейік. Бірінші орынға мен 5 әріпті қоямын, екінші орынға 4 әріп, үшінші орынға 3 әріпті, и төртінші орынға мен қанша әріпті қоямын? 2 әріпті қоямын. Сонда осылардың барлығын көбейтетін болсақ, 5, 4, 20, мына 2, 6, мынау 20, мынау 6, екеуін көбейтсек 120 деген вариантымыз шықты. Демек, ұяшыққа салсақ та, формулаға салсақ та шығады екен. Енді сіздер мына әріптерді комбинациямен құрастырып көретін болсаңыздар, өте уақыттан ұтыласыздар, өте көп уақыт кетеді. 4 әріптен құрастыратын болсаңыздар, мысалы А, Б, С, Д, мысалы А, Б, С, Е деген сияқты кете береді. Онда 120 вариант шығады сіздерде. Егер әріпті бір орынға, екі орынға бір әріп қойып қоймасаңыз, мысалы. Қазір енді оны қайталанатын жағдайда қарастырамыз. Енді формулаға салайық, қайталанатын жағдайда. Басқа таңдап алайық. Бізде 5 әріп бар, соны 4 орынға орналастырамыз. Яғни бұл дегеніміз 5-тің 4 дәрежесі. 5-тің 4 дәрежесі қанша? 5-тің 4 дәрежесі қанша болады? Қанша? 625. 625, керемет. Ал енді ұяшыққа салайық, 4 орынға орналастырамыз. Енді сандарды мен бұл жерде қайталай аламын. Бірінші орынға мен 5 санды қоя аламын, өйткені 5 әріп. Екінші орынға мен 5 санды қоя аламын, 5 әріпті. Үшінші орынға да 5-еуін, төртінші орынға да 5-еуін қоя аламын. Мен осыларды ұяшықта көбейтіп тұрамыз, заңдылық сондай. Сонда 5-тің 4 дәрежесі, яғни 625 деген сан шығады. Ол дегеніміз қалай? Мысалы, А, Б, С, А, Б, А, С, мысалы. А, С, Д, А деген сияқты варианттар құрастыра беруге болады екен. Мысалы, А әрпін мен 2 рет қолдандым, мен А әрпін 3 рет қолданамын, мысалы. А әрпін 4 ретте қолдануым болады. 4 орынға орналастырып жатырмын ғой. Сонда қайталанбайтын жағдайға қарағанда қайталанатын жағдай, естеріңізде болсын, көп болады екен. Мағынасы жоқ та бірақ. Ал есептерді жазып алайық, содан да бізде 8 минуттай уақыт қалған екен. Тағы 1-2 мысал көрсеткім келіп тұр сіздерге. Жақсы, олай болса мен табылай берейін. Ал енді қарайықшы біздер мына жерде 0, 1, 2, 3, 4, 5 дейді. Яғни қанша сан бар мына жерге жазсай? Қанша сан бар бізде? 6 сан бар екен. Осы сандардан, яғни 4 таңбалы сан құрастыруымыз керек. Яғни 4 ұяшыққа қоямыз. 4 ұяшыққа. Енді қарайық. Формуласы ұяшықпен ақ шығара беруге болады негізінде. Егер қайталанбаған жағдайда, төбесін жазып, қайталанбайтын. Бізде қазақ тілде әріптердің орны шамалы ғана ауысса, оның мағынасы да өзгеріп кетеді, білесіздер ғой. Ал қайталанатын деп қояйын.
Енді қарайық. Мен бірінші орынға, мына жердегі бірінші орынға 0 деген санды қоя алмаймын. Естеріңізде болсын. 0 деген санымыз, мысалы, 0,25 деген сан жоқ қой. Ол 0 бүтін болмаса 0,25 деген сан жоқ мысалы. Сондықтан 0 санын мен бірінші орынға қоя алмаймын. Сонда мына 6 санның ішінен мен бірінші орынға қоя деген тек қана 5 деген санды ғана. Мыналарды ғана қолдана аламын. 5-еуін ғана қолдана аламын. Енді келесі орынға мен мысалы мына бірді қолданып қойдым делік, бізде 1, 2, 3, 4 сан бар ма? Енді екінші орынға мен 0 санын қоя алады екен. Демек, бұл жерге де 5 санын қоюға болады екен. Келесі 0 санын қолданып қойдым, менде қанша сан қалды? 4 сан қалды, иә? 4 санды қоямын. Мысалы, 2-ні қолданып қойдық делік, мына жақта қанша сан қалды? 3 сан қалды. Осылар көбейтсем болды. Яғни менде мына 20, мына 15, қанша болады? 300 бола ма? 300 деген жауап шығады, иә? Енді қайталанатын жағдайға көрейік осыны. 4 орын. Сіз қойын. 4 орын. Жаңаға мынау 0 санын мен қоя алмаймын. Сондықтан бірінші орынға мен 5 сан қоямын да, қалған орынның барлығына, мына жерде қанша сан бар бізде? 6 сан бар қоя, қалған орынның барлығына 6 санды қоя алады екен. Түсінікті ме? Сонда мынауымыз 30, мынауымыз 36. Так, 36-ны 3-ке бөлсек 90, 18, 108, 108 артына бір нөл. Сонда 80 вариант құрастыруға болады екен. 0, 1, 2, 3, 4, 5 деген сандардан 4 таңбасам да осынша 1080 деген вариант құрастыруға болады екен. Жылдамырақ жазып алсаңыздар, өте уақытта көп талап етпейтін мысал әшейін. Мен қазір көрсетіп жатқан мысалдың барлығы қайталанатынға да, қайталанбайтынға да салып жатырмын. Енді қазір бір мысал көрсетейін. Қайталауға саламыз ба, не қайталанбайтынға саламыз ба? Оны қазір ажырата білуіміз керек. Болдық па? Өшіре берейін ба? Өшіре берейін. Жақсы. Қарайықшы, сыныпта 25 оқушы бар дейді. Бір староста и оның көмекшісі. Қанша тәсілмен таңдауға болады дейді. Енді бізде мынау қайталауға саламыз ба, қайталана ма, не қайталанбайтын орналастыруға саламыз ба деген сұрақ туындайды. Енді бұны ажырату үшін сіздерге бір подсказка айтып кетейін. Бір подсказка. Бізде 2 орын бар. Неге 2 орын? Біреу староста, біреу көмекші. Енді қарайық, бұл қайталанбайтын. Не себепті қайталанбайтын қазір сіздерге көрсетейін. Мынау қайталанбайтын. Не себепті қайталанбайтын? Мысалы, қарайықшы, мынау старостыны мен бір мезетте 2 орынға әкеліп отырғыза алмаймын. Бір адамды. Тақта қарайық бәріміз. Бір мезетте мен мынау старостыны 2 орынға әкеліп отырғыза алмаймын. Түсінікті ме? Егер бір мезетте 2 орынға отырғызатын болсам, ол уже қайталанатын болып кетеді. Ал бұл жерде қызметтері бөлек болып тұр ғой екеуі. Сондықтан мен бұны не істеймін? Қайталанбайтын, яғни орналастыруға салады екенмін. Қайталанбайтын орналастыруға. Формула сәйкес саласы 25-те 2, сонда 25 факториал, бөлімінде 23 факториал болады, 25-тен 2 напсыз. 25-тен 23 қысқарады, мұнаны 24 және 25 деген жауабы болады. 24 пен 25-ті көбейтетін болсақ, 600 шығады. Яшыққа салып көрейік.